Kola ішуге болмайды, балалар мен. Көріңдер мені. Ол мен ішек қарым тазалайды. Мына ішіне бензин қойып қойып оқтың ақшасы бұрғыды. Тазалайды ма? Я ішек қарым тазалайды сонымен. Мен ішегім міне. Қазір туғанда әппақ болып шығады. Кола құйса тап-таза болып шығады. Әне, коладан кейін шыққан сол коланы ішпеңдер. Сендердің де шектерің сондай болады. Коладан ба? Міне, мына көйледен шыққан нәрсе ғой, міне, көрмейсің мені. Қазір мына шолаңның міне, өң қара, міне, әппақ сұр болып қалды. Қара нәрсең әппақ сұр болып қалды. Сонда мына бала деп балаға жабамыз, бала мысал дегенде пайғамбар жасына таяқ қалған сендерге айтайын. Осыларың енді дұрыс па? Бала бізге де ішпе десеңші. Бала емес, жігіттердің өзі, жігіт балалардың өзі пәле болып бара жатыр. Мына көріне ме міне? Мынандай нәрсе міне қолға шыққан нәрсені көріп ме міне? Бұрын шекті қалай тазалайтын кола жоқ кезде? Енді кезінде қайт немететін кім біледі? 50 жасқа келгенде мен шек қарындас көлемен тазалайтын осы білгені көріп жүрмін жылдан бері. 3 жыл 4 жыл істедім осыда. Осыдан бері бұрын болғанда біз кәдімгі сойып қарға ұрып тұзға жуатынбыз міне. Тұзға жуып енді қолаға жуғандағы кетіміз мына ғой міне. Міне енді міне шек қарың қаршы сен. Әппақ міне. Міне қазір жуғанымның әппақ жемір болып шығады. Әппақ қазір. Тап-таза. Иіскесең иісі жоқ болып шығады. Мен сендер жаңа қарындарың емес, міне шектеріңе неге кетіп қалды. Енді қарындарыңа тағы керек. Болды, қазір табамыз. Міне. А сен түсіндің ма? Кола ішпе. Арна бұл. Нельзя пить колу. Все понял.